Құрметті әріптестер, соңғы 2-3 күннің ішінде екі маңызды оқиға орын алды. Оның біріншісі жаңа газ өңдеу зауытын Қарашығанақ кен орны газын өңдейтін кәсіпорын салу туралы шешімнің қабылдануы. Бұл туралы энергетика министрі хабарлады. Қазмұнайгаз өзі салатын болған секілді осы зауытты. Бұл шешімді қабылдауға осы бір апта бұрынғы Орынбор газ зауытына Ресейдегі соққының салдары әсер етті деп ойлаймыз. Осы соңғы шешімге байланысты 4 миллиард жылына газ өңдейтін зауыт салынуы мүмкін. Энергетика министрлігінің есебі бойынша 2,5 миллиард доллардың үстінде шығады бұл зауыттың құрылысы, және ол мерзімі 2,5 жыл уақыт алуы мүмкін. Бұл өте орынды шешім, өйткені бұл Орынбор зауыты Ресейде орналасқандықтан бұл геополитикалық жағдай ушығып кетуі мүмкін. Зауыт тоқтап қалуы мүмкін, санкциялар салынуы мүмкін. Сондықтан Қарашығанақ газ өндіруі тоқтап қалмау керек. Соңғы соққыға байланысты қазан айының ішінде Қарашығанақтың мұнай өндіруі азайып кетті. 90 мың тоннаға шейін кем өндіретін секілді мұнайды қазан айының есебі бойынша. Бұл Қарашығанақ газының өңдеуін толықтай қамти алмайды. Бұл зауыт 4 миллиард. Қарашығанақ Орынборға 9 миллиард текше метрге дейін газ жібереді. Бұл зауыт салынғаннан кейін 5 миллиард текше метрге жуық газ әрі қарай Орынбор газ зауытына тасымалдана беретін болады. Бұдан басқа Қазақстанда тағы 2 газ зауыт салынып жатыр. Біріншісі Қашағандағы жылына 1 миллиардтық газ зауыты, ол 2026 жылы іске қосылады Алла жазса. Және оның екінші этапы бар, ол 4 миллиардтық газ зауытын салу. Оны катарлық UCC холдингпен бірігіп салу жоспарланған. Оның аяқталу мерзімі 2029 жыл. Қашағанда жылына 12 миллиард газ өндіріледі. Оның жартысы жер астына қайта айдалынып жатыр. Сондықтан бұл зауыттардың салынуы еліміздің экономикасына үлесі зор. Үшінші зауыт салынып жатыр. Бұл Жаңаөзендегі Қазмұнайгаздың зауыты. Бұл зауыт 2027 жылдың ақпан айына дейін мерзімде салынып болу керек. Бұл 700 миллион жылына текше метр газ өңдеуге арналған зауыт. Осы зауыттардың бәрі іске қосса, Қазақстанда газ өнеркәсібінің дамуына әжептәуір үлесін қосатын кәсіпорындар болады. Екінші маңызды жаңалық, бұл өткенде видеода айтып өттік. Лукойл компаниясына салған ақш пен Ұлыбритания елдерінің санкциялары. Әсіресе Лукойл компаниясының санкциялары Қазақстанға қатысы бар. Өйткені Лукойл компаниясы Қазақстанда 2-3 кәсіпорындарда үлесі бар. Бірақ КТК мұнай құбырына үлесі бар. 12,5% Лукойл аркының. Бұл Теңізшевройл кәсіпорында да үлесі бар, 5%. Және бұл Қарашығанақта Лукойлдың үлесі бар, 13,5%. Осы үлестердің бәрі санкциядан шығарылған. Бұл Америка Құрама Штаттары осы КТК, Теңізшевройл, Қарашығанақтағы Лукойлдың үлестерін санкциядан тыс шығарып тастады.
Ал бірақ Қазақстандағы Лукойлдың басқа компаниялары санкцияға ұшырады. Оның біреуі мынау Қаламқас теңіз, Хазар кен орындарын игеретін Қаламқас оперейтинг компаниясындағы Лукойлдың 50% үлесі, және онан бөлек Лукойлдың мотор майын шығаратын зауыты бар. Сол үлестері санкцияда қалып қойды. Енді Лукойлдың шешімі туралы айтылып жатыр ақпарат құралдарында. Осы шетелдік активтардың бәрін сатуға шығарды деп. Енді бұл жаңалықтарға байланысты бұл 100% үлесін Ганвор, мынау мұнай сатумен айналысатын компания үлесін алады деген жаңалықтар шықты. Сондықтан осы үлестерді Қазақстан үкіметі, Қазмұнайгаз осы үлестерді әрі қарай қалай бөлінетіні туралы келіссөздер жүргізіп жатыруы мүмкін. Мынау Қаламқас Хазар оперейтинг компаниясындағы Лукойлдың 50% үлесін Қазмұнайгаз алуы мүмкін. Мынау Ресейдің сарапшылары Лукойлдың осы үлестерінің бағасы нарықтық бағадан 50-70%-ға шейін түсіріп сататынын айтылып жатыр. Егер осындай шешімдер қабылданса, оның үлестері арзан болса, Қазмұнайгаз ол үлесті өзі сатып алуы мүмкін. Енді бұны жақын арада білетін боламыз. Осы соңғы жаңалықтарымыз осы. Келесі жаңалықтарды күтіңіздер, әріптестер. Рахмет.